Баршаңызға сәлем. Intense Maths онлайн курсының 5-ші сабағы. Өткен сабақтарда біз жай бөлшектерге байланысты тақырыптар өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта сол тақырыптарды қорытындылап, жай бөлшектерге арналған тәжірибеде кездесуі мүмкін күрделі есептер шығарамыз. Жай бөлшектерге амалдар қолдану туралы осындай есептер берілуі мүмкін. Осындай есептер берілсе, ең алдымен оның алымын, содан соң бөлімін шығарып аламыз. Бұл есептің алымын шығаратын болсақ, ең алдымен бөлу, содан соң көбейту, содан соң азайту және содан соң қосуды орындаймыз. Бұл жерде қосу әрине берілмеген, сондықтан азайтумен бітіреміз. Ең алдымен бөлуді орындаймыз. Бұл жерде 2-ден 7 мен 7-ні бөлу керек. Алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса, біз бөлшектерді бөлген кезде екінші санның керісінше айналдыратын едік. Бұл жерде 7-ні керісінше айналдыратын болсақ, 7-тен 1 болады. Бұл жерде 2-ден 7-ні 7-тен 1-ге көбейтетін болсақ, 7 мен 7 қысқарып кетіп, содан 2-ден 1 деген санды аламыз. Екінші жолда көбейтуді орындаймыз. 5 пен 2-ден 1-ді көбейтетін болсақ, 2-ден 5 деген санды аламыз. Үшінші, біз азайтуды орындаймыз. Шыққан санымызды 2-ден 5-ті 2-ден 3-тен алатын болсақ, бұл жерде ортақ бөлімі 2, 5 пен 3 алынып 2 болады, содан 2 мен 2 бөлініп 1-ге тең болады. Осыдан есептің біз алымын таптық, ендеше бөліміне көшейік. Бұл жерде бөлімін табатын болсақ, ең бірінші бөлуді орындаймыз. 4-тен 3-ті бөлу 2-ден 3 бөлу 3-тен 2 деген санды көбейтуге айналдырып жазайық. Ең алдымен 2-ден 3-ті көбейтуге айналдыратын болсақ, 3-тен 2-ге айналып кетеді, және 3-тен 2-ні көбейтуге айналдыратын болсақ, 2-ден 3-ге айналып кетеді. Осыдан 3 пен 3 қысқарып, 2 мен 2 қысқарып, 4-тен 3 1-ге көбейтіледі, тек қана сөз 4-тен 3-ің өзі келеді. 4-тен 3 пен 4-тен 1-ді қосатын болсақ, 4-тен 4 деген санды аламыз. Яғни ортақ бөлімі 4, 3-ке 1 қосылып 4 болады. Осыдан 4-ті 4-ті бөлетін болсақ, 1, яғни алымы 1 болды, бөлімі де 1. Осыдан есептің жауабы 1 болады. Келесі есеп, осындай есеп берілетін болса, ең алдымен жақшаларды орындап аламыз. Бұл жерде бірінші жақшаны орындайтын болсақ, 5-тен 3 пен 7-тен 2-ні алайық. Ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлімі әрине 5-те 7-те жайсан болғандықтан 2 көбейтіліп 35. Осыдан ең кіші ортақ еселігі және ортақ бөлімі болады. 35 жазамыз. 35-ті 5-ке бөлетін болсақ 7, ал 35-ті 7-ге бөлетін болсақ 5. Осыдан 7 мен 3 көбейтіліп 21, ал 5 пен 2 көбейтіліп 10-ға тең болады. 21-ден 10-ды алатын болсақ 11. Бұл жерде 5 пен 3 пен 7-тен 2-ні алғанда 35-тен 11 деген санды аламыз. Екінші жақшаны орындайтын болсақ, 4-тен 1 мен 7-тен 1-ді қосайық. Бұл жерде ортақ бөлімін келтірейік. 7 мен 4 көбейтіліп 28, және 28 4-ке бөлетін болсақ 7, ал 28 7-ге бөлетін болсақ 4. Осыдан 7 мен 4 қосылып 11-ге тең болады. Біріншісі жақшаны орындадық, екінші жақшаны орындадық, және екеуінің ортасына тұрған бөлуді орындаймыз. Осыдан бөлуді орындайық. 1-ден 10-ны көбейтуге айналдырып жіберейік. Көбейтуге айналдыру үшін екінші санды айналдырамыз. Осы жерден 11-ден 28 деген санды аламыз. 11 мен 11 қысқарып кетеді, және мұқият қараңыздар. Осы жерде 35-те 28-де 7-ге бөлінеді, және 7-ге қысқартсақ болады. 28-ді 7-ге бөлетін болсақ 4, ал 35-те 7-ге бөлетін болсақ 5-ті аламыз. Яғни 5 пен 4-тен жауапты аламыз. Осыдан 5 пен 4 пен 5-тен 2-ні қосатын болсақ, ортақ бөлімі 5, және 4 пен 2 қосылып 6 болады. Осыдан есептің жауабы 5-тен 6. Осымен жай бөлшектерді қорытындылаймыз. Назарларыңызға рахмет. Видеоның астына лайк қойып, біздің YouTube каналға тіркеліп, және жаңа видеоларды күтіңіз. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге. Математиканы бірге үйренейік.